Сәлем оқушылар, қазір 116 тақырыпты өтеміз. Құрама сандар. Сабағымызды бастамас бұрын әдеттегідей тіркеліп, комментарий, лайк жазып кетеміз. Келесі өрнектердің мәні тап, олардың мәніне қай әріп сәйкес келеді. Сандарды өз суретімен қойсаң, Алматыдағы тау шаңғы курортының атауын білесің. Жақсы. 3-ке 5-ті көбейтсем 15. 7-ге 2-ні көбейтсем 14. 15-те 15 азайтсам 0, ал 0-ге 14-ті қоссам 14. Е, 14 деген М деген әріп екен. Келесі 54 бөлу 4. Көбейту 5, қосу 50. Мына жерден 6, 6-ны 5-ке көбейтсем 30, 30-ды 50-ге қоссам 80. Бұл бізде Қ деген әріп екен. 4 көбейту 9, 36, 3 көбейту 2 көбейту 1, 6. 36-ны 6-ны азайтсам 30. Бұл бізде О деген әріп. 12-ні 4-ке бөлсем 3, 27-ні 3-ке бөлсем 9, 32-ні 4-ке бөлсем 8, 9-а 8-ді қоссам 17. П деген әріп. 7-ге 4-ті көбейтсем 28, 20-ны 2-ке бөлсем 10, 6-ны 5-ке көбейтсем 30, 28-ге 10-ды қоссам 38, 38-ден 30-ды азайтсам 8. Ы деген әріп. 12-ге 6-ны қоссам 18, 18-ді 3-ке бөлсем 6, 47-ге 6-ны қоссам 53. Бізде А деген әріп. 45-ті 9-ға бөлсем 5, 5 бесім 25. 25. 18-ді 2-ке бөлсем 9, 25-ге 9-ды қоссам 34. Бұл бізде Л деген әріп. 2-ге 6-ны қоссам 8, 24-ті 8-ге бөлсем 3, 14-ті 7-ге бөлсем 2, 3-тен 2-ні азайтсам 1. Ш. Енді өз суретін орындасақ, бірінші Ш деген әріп. Екіншісі, одан кейінгісі 8 деген сан Ы деген әріп. Одан кейін үлкені 14, М, Шым деген сөз шықты. Одан кейін 17, Б, одан кейін 30, О, одан кейін 34, Л, одан кейін 53, А, ең сонда Қ. Шымбұлақ. Келесі. Есептің шартын оқы. Есептеулерді орындай отырып, сен нені білесің? Сұрақтар құрастырып есепте шығар. Аспал жолмен жүретін бір кабинаға 8 адам сыяды. Серуенге 24 бала, олардан 3 есе кем ересек адамдар келді. 8 адам сыяды. Серуенге 24 бала және олардан 3 есе кем ересек адамдар келді. 24 бала 3 есе кем болса, мына бірінші есебіміз сәйкес келеді. 3 есе кем деген үшін біз 24-ті 3-ке бөлеміз, сонда 8. Бір кабинаға 8 адам сыяды. Енді 24 балаға қосамыз, олардан 3 есе кем ересек адам болса, бізде 8 ересек адам бар. Және бұл бізде шықты 24 қосылған 24 бөлу 3 дегеннен. Енді бұны 8 адам бір кабинаға сыйса, бұл адамдар неше кабинаға сыятын табу үшін 8-ге бөлеміз. 5-ші баған сәйкес келіп тұр. Медеу мұз айдынына 9 бала келді. Бұл ересектер адамдарға қарағанда 3 есе артық. Мұз айдынға неше ересек адам келді? 9 көбейтемін. 3 есе артық болса, 9-ды бөлемін 3-ке. 3. Ересек адамдар 3. Ойлап отырған шығарсыздар, есе артық болса, неге біз бөлдік деп? Бұл ересек адамдарға қарағанда 3 есе артық. Бұл артық деп отырамыз, керісінше айтып тұр мағынасында. Ересек адамдар бұдан 3 есе кем деп тұрды, балдарға қарағанда. Сол үшін біз 3-ке бөлдік. Келесі мұз айдынға 9 бала, және олардан 3 есе артық,
мынау оларға қарағанда ғой, мынау олардан артық, 3 есе артық ересек адамдар келді. Оған қосамын 9 баланы, сонда 27 қосамын 9, 36. Автобусқа 24 бала, олардан 3 есе кем мұғалімдер, және мұғалімдерге қарағанда 2 есе кем ата-аналар. Демек жауабы 4. 4 ата-ана отырды. Теңдеулерді шеш дейді. Теңдеу шешейік. Біріншісі, x көп қосылған 7 көбейту 4 тең 40. X қосу 7 4-ім 28 тең 40. X тең 40-тан 28 азайтам. X тең 12. Тексерем. 12 қосылам 7 көбейту 4 тең 40. 12 қосам 28 тең 40. 40 тең 40. Келесі. 6 көбейту 3 қосу x тең 72. 6 шым 18 қосамын x-ті тең 72. X тең 72 азайтам 18. X тең 54. Тексереміз. 6 көбейту 3 қосамын 54 тең 72. 72 тең 72. Келесі. 80 азайту x тең 45 деп алайын. X тең 80 азайту 45. X тең 35. Өзіміз тексеріп алайық. 12 қосылған x тең 40. 8 бесім 40. X тең 40 азайту 12. X тең 28. Келесі. X азайту 32-ні 4-ке бөлсем 8 тең 50. X тең 50 қосамын 8. X тең 58. Келесі. X азайту 12 тең 94. X тең 94 қосылған 12. X тең 106. Келесі реттілігін анықта және оларды есепте. Бірінші бөлу, екінші бөлу және үшінші қосу. Қосу, бөлу, азайту. Бөлу, азайту, бөлу, қосу. Қосу, бөлу. 28 4-ке бөлсек 7. 27-ні 3-ке бөлсек 9. Бұда 16. Так, 18-ге 19 қоссақ 27. 27-ні 3-ке бөлсек 9. Мұнда 9 шығады. 32-ні 4-ке бөлсек 8. Азайтсақ 1 болады. Келесі. 21-ді 7-ге бөлсек 3. Енді 42-ден 14 азайтсақ 18. 18 ба? 28. 28 4-ке бөлсек 7. 3-ке 7-ні қоссақ 10. 17-ні 10-шы 30. 30-ды 6-ға бөлсек 5. Осымен сабақ аяқталды.